Қайырлы күн, каналға тіркелейік. Бүгін мен медовый торт, яғни балды торттың рецебімен бөлісемін. Бұл торт оқтау мен жаюды қажет етпейтін ең жеңіл рецепттердің бірі. Ыдысымызды баяу отта қыздырып, үстіне 180 грамм балды саламыз. Сары май қосып, баяу отта ерігенше араластырамыз. Еріген соң 1 шай қасық сода салып, ары қарай араластырамыз. Егер торттың түсін сарылау болғанын қаласаңыз, одан ары қыздыра түсеміз. Мен осындай түс болғанша қыздырдым. Оттан алып суытуға қоямыз. Бөлек ыдысқа 4 жұмыртқа салып, 1 келкі болғанша миксерлейміз. Үстіне қант қоса отырып, 1 келкі болғанша 7-8 минут миксерлейміз. Осындай пена болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Үстіне әбден суыған массаны қосып, ары қарай миксерлейміз. 250 грамм ұнды електен өткізіп қосамыз. Енді осы массаны басып алмай, ары қарай төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бір келкі болып араласқан массаны арнайы пергамент қағазының үстіне құйып шығамыз. Шет-шетін тегістеп жайып, 180 градус қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста 10-12 минуттай пісіреміз. Өте жұмсақ корж шығады. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға 100 грамм сахарный пудра қосып миксерлейміз. 1 келкі болып араласқан соң үстіне сливки қосып, тағы да миксерлейміз. Миксердің аз жылдамдығынан бастап, оны ақырындап көбейтіп отырамыз. Осындай қоюлықтағы крем шығады. Коржды қалауымызша бөліп, арасына крем жағамыз. Рецебі ұнаса, каналға тіркеліп, комментария қалдырамыз. Толық рецебі описание бөлімінде. Міндетті түрде жасап көріңіздер.